тергеуге шақырғанда Кузьменко деген тергеушісі алдымызға пистолет қойып, мына алдымызда бүйтіп пистолет жүгірткен, өлтірем мен атам, сендерді осы жерде өлтіріп тастасам да маған ешкім істей алмайды деп, Рахаттың тапсырысы деп. Сосын Рахат өзі маған телефоныма қоңырау соққан. Осы сұрақты қойған кезде сіз кішкене бір қорқақтап жауап беріп отырсыз да? Жоқ, ешқандай мен Рахат мырзаға сіз бизнесіңізді бердіңіз бе ақыры? Біраз қанымызды ішті. Өзіңіздің артыңызда кім тұр аға, шыныңызды айтыңызшы? Менің артымда ешкім тұрған жоқ. Қайта үкімет мені бірталай көптеген бизнестерді алып қойды. Мына билікке ұмтылған адамдарға сенуге болмайды. Айына $1 миллион табысыңыз бар екен. Айтпай қойыншы. Рас қой көке? Жоқ, айтпай қойыншы. Бірақ рас қой. Жоқ, айтпай қойын. Армысыздар. Бүгін бізде қонақта өз саласының нағыз көшбасшысы, ұлт жанашыры, кәсіпкер Марғұлан Сейсембаев ағамыз. Сеймар компаниясының негізін қалаушы, Қазақстандағы 50 беделді кәсіпкерлер қатарында, меценаттар клубының мүшесі, танымал кәсіпкер Марғұлан Сейсембаев. Сізді көргеніме қуаныштымын. Мынау уақыт тапшы ғой бүгінгі таңда. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамын. Көпшілігі менен сұхбат беруге қашып жатады. Бірінші сұрағым, келісімді не үшін бердіңіз аға? Енді менің жалпы істеп жатқан қазіргі жұмыстарымның көбісі ол қоғамдық жұмыс. Қоғамдық жұмыс болғанда, сол қоғамдық жұмыстың ішіне мен бөлетінім, әсіресе осы екі тармақ, ол бірінші ол бизнес саласындағы ағартушылық жұмысы, екінші ол қоғамдық және саяси проблемалар мәселелерін түсіндіретін ағартушылық жұмысы. Сондықтан сенің алдын ала мына көптеген адамдардың алған зиялы қауымнан алған сұхбаттарын қарай отырып, сол мен ойладым, сенің осы арнаң соған сәйкес келіп тұр, сол менің сондай пайдам тиетін болса, халықтың алдында соның бәрін өзімнің түсінігімді жеткізсем, ойымды жеткізсем деген сондай оймен келіп отырмын. 2010 жылы сіз шетелден келгенде тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа адал әрі оның саясатын қолдайтыныңызды және елбасын сынаушылар Рахат Әлиев пен Мұхтар Әбләсовқа еш байланысым жоқ деп мәлімдеме жасадыңыз. Неге бүйтіп мәлімдеме жасадыңыз? После моего возвращения предпринимаются многочисленные попытки склонить меня к тому, чтобы я использовал факт уголовного преследования в отношении меня в политических целях и выступил против политики, проводимой главой государства. За короткий период на интернет-сайтах появились десятки аналитических статей и домыслов, в которых меня пытаются противопоставить руководству страны, ее правоохранительной и судебной системе. Уголовное преследование в отношении меня активно используется в целях дискредитации действующей власти. В ряде публикаций мое имя зачастую ставят в один ряд с именами Рахата Алиева и Мухтара Аблязова. В связи с этим хочу еще раз заявить, что я ничего общего с ними не имел и не имею. Я никогда не поддерживал их политические взгляды и их политическую деятельность. Я никогда не состоял в оппозиции, всегда сохранял лояльность и впредь буду верен президенту страны. Я сделал свой выбор, представ перед органами следствия и намерен предпринять все от меня зависящее для установления истины. Надеюсь, что расследование будет объективным и справедливым. Пользуясь случаем, хочу призвать всех, кто сейчас скрывается за рубежом, вернуться на родину и содействовать следствию. Своими попытками избежать ответственности путем нахождения вне пределов Казахстана они лишь усугубляют свое собственное положение. Неге бүйтіп мәлімдеме жасадыңыз? Енді біріншіден түсінулерің керек қой, ол мәлімдеме әрине еркін түрде берілген нәрсе емес, ол қысымның нәтижесі. Мен ол жақтан келгенде маған сондай кепіл берген, саған тиіспейміз, мына елбасы тарапынан саяси Марғұланға деген саяси ешқандай не жоқ, бірақ мынау заң түрінен, заң тарапынан бәрін өзі дәлелдесін деген хабар келді. Мен айтым, жарайды, заң жағынан мен өзім қорықпаймын, өз-өзіме берікпін, дәлелдеп берем деп. Сонда келсе, мен әкелді да мына бас прокуратураға барып қамақ қойды.
Аэропортта келгенде 25 адам қарсы алды. Қаржы полициясы бар, бас прокуратураның адамдары бар. Апарды да қамап қойды да, сосын тергеу жүргізді, сосын жаңа берілген кепілдердің бәрі жоқ. Сосын маған айтты, маған осындай қағаз алдық бір түнде сағат 11 ме 12-нің кезінде бас тергеушісі Байков деген осыны қол қойды, әйтпесе түрмеге отырғызамыз деді. Оқысам хаты былай: Аблязов, Мұхтар Алиев, кім Рахат Алиев, ол халық жаулары, оларды құрту керек, сорттау керек деген сондай. Мен айттым, бұған мен қол қоя алмаймын, қалай қол қоямын? Бұл мүлдем менің көзқарасыма келмейтін нәрсе. Екіншіден, бұл 37 жылдың қаттар сияқты ғой. Жоқ, халық сенбейді де мен ондай қағазға қол қойсам деп. Жоқ, онда қол қоймасаң жабамыз деп. Мен айттым, жапсаңдар, жабыңдар. Сосын енді өзім ойлап отырмын, біткен жерім осы шығар деп. Бір кезде ол кетіп қалды, біраздан келіп тұр, жарайды, басқаша нұсқасын алып келді. Оны оқысам, ол да оның ар жақ бер жағы. Сосын мен айттым, бұған да қол қоймаймын деді. Кетіп қалды. Сосын біраздан кейін тағы келді, ал енді өзің нұсқаңды жаз деді. Мен өз нұсқамды жаздым. Сонда нұсқамды жазғанда мен айттым, Рахат Алиевпен, Аблязовпен мен ешқандай бизнесім болған жоқ, олармен ешқандай шаруам болған жоқ дедім. Жарайды, оған келісті. Сосын айтты, енді мына елбасы жөнінде жаз деді. Мен айттым, елбасы жөнінде не? Мынандай қағаз алып келді, мен оны қолдаймын, бүйтем, оған әбден берілген адам. Мен айттым, бұл енді адам сенетін нәрсе емес қой, бір дұрыс нұсқасын жазайық деп, сөйтіп саудаласып, таңғы сағат 4-ке дейін саудаласып келген қағазымыз. Сосын жарайды, келесі күні баспасөз мәслихаты болады деді. Баспасөз мәслихаты сағат 3-те деді. Елбасы көреді деді. Мен айттым, ол кісіге несі бар? Мен баспасөз мәслихатымды қарап. Жоқ, сосын қарасам, журналистер толы бөлменің бәрі. Сосын бас тергеуші айтады, жоқ, қазір емес, жарты сағаттан кейін. Сосын жарты сағаттан, соның ақыры сағат 5-те болды. Ешкім біреуі де тырп еткен жоқ, шыққан жоқ. Соған қарағанда мен ойладым, мына кем дегенде мына президенттің аппараты қадағалап тұр деп. Сосын хатты оқыдым, оқып бердім. Сол жаңағы хатым, ол менің істемеудің және қамалудың екеуінің ортасындағы сауданың нәтижесі. Ол көп адам ойлайды шығар, ол Марғұлан ерікті түрде жазған деп. Жоқ, ол әбден қысымның нәтижесі, маған көрсеткен қысымның нәтижесі. Сұрақ қойып арзымен, сіз ренжімеңіз. Сіз басқарған Альянс банк кейін тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлына өте жақын адам Болат Өтемұратовтың меншігіне айналды. Бұл елбасына деген жалпы адалдықтың белгісі ме, қалай ойлайсыз? Адалдықтың белгісі ме? Жоқ, ол бөлек үдеріс қой. Менен бірінші тартып алды оны. Тартып алды да үкімет меншігінде болды. Үкімет меншігінде болды да, ары қарай оны кімге берген, кімге тапсырған, оған мен қатысым мүлдем жоқ. Әрине, олар өздерінің қалай қандай аукцион не өткізгенін кім біледі. Әйтеуір соның қолына барып тиді дейсіз ғой? Иә. Түсінікті. Сейсембаев, Марғұлан, Сеймар. Сеймар қайсың сендер, Сеймар? Алматы облысында ма? Птицефабрики. Единственное в Казахстане золотого яйца. С двойным желтком. Крупнейший среди Азии производитель. Самые большие яйца? Марғұлан аға, сізге мынандай сұрақ қояйын, бірақ барынша тура жауап беріңізші. Тұңғыш президентіміз елбасымен жүздесу сізге бұйырса, ол кісіден бата сұрайсыз ба, әлде проблеманы айтатын бетіңіз? Бірінші президентпен, бұрынғы президентпен жоқ. Енді әрине өзім ештеңе сұрамаймын. Ол ақиқат. Мүлдем. Ол кісіден маған ештеңе керек жоқ. Ал енді жалпы бір жағынан жалпы сұрағанды жақсы көрмеймін да. Сұрағанды жақсы көрмеймін. Өзім үшін де, біреу үшін де. Мысалы, неге одан сұрауым керек? Мысалы, айталық саяси реформаларды. Егер халықтың өзі талап етпесе, ол үстінен жасаған саяси реформа жүрмейді.
Халықтың өзі сұраныс, ол саяси реформаға сұраныс болу керек. Сұраныс болмаса, халыққа жай бере салған саяси реформа да дұрыс болмайды. Халық қабылдамайды. Сондықтан ол кісіден саяси реформа сұрасам, жарайды дей салады. Мысалы. Жарайды дейсіз, сосын айтады, ал жарайды, депутаттарың кім деп. Сонда әрі қарай кетеді да, мәселе онда емес. Мәселенің шешімін бір адамнан көрмеймін да. Одан не сұрауға болады? Мына халықтың жағдайын дұрыстап бер деп сұрайын ба? Ол дұрыс емес, ол жүйе дұрыстау керек. Жүйе дұрыстау керек. Мәселе адамнан кету керек. Адамнан сұрағаннан кету, Алладан сұрау керек. Адамнан сұрауды қою керек мүлдем. Ол жақсы патша болсын, жаман патша болсын, одан сұрауды қою керек. Жақсы жүйе орнатуымызды талап етуіміз керек. Бата сұрайсыз ба? Жоқ, бата керек жоқ. Бата керек жоқ. Халықтың батасы болса жеткілікті. Батаменен елге көрер, жауыменен жерге көрер, батаменен елге көрер. Енді менің ойымша былайда, негізі халықтың рахметі, халықтың батасы болса сол жеткілікті.